Құран және эмбриология. Ана құрсағындағы сәбидің өсіп жетілуін зерттейтін эмбриология ғылымы көпке дейін сүйектер мен бұлшық еттер бірге құралады деген қате тұжырымда болып келген. Тек жаңа технологияның даму нәтижесінде ғана ақиқат аяқтарына көз жеткізді. Ол ақиқат Құранның баға жетпес аятында осыдан 1400 жыл бұрын айтылып кеткен болатын. Шүбәсіз, біз адам баласын балшықтың қаймағынан, маңызынан, яғни әр алуан минералдарға, түрлі органикалық заттарға бай балшықтан жараттық. Содан кейін оны ер мен әйелден бөлінетін бір тамшы шахуат суы, яғни ұрық күйінде берік орынға орналастырдық. Сонан соң ұрықты жатырға жабысқан, ұйысқан нәрсеге, ұйыған қанға айналдырдық. Кейін әлгі жабысқақ нәрсені бір тістем етке ұқсаған шақалаққа, эмбрионға айналдырдық. Содан кейін әлгі бір шайнам етке ұқсаған денені сүйекке айналдырдық. Сөйтіп бұл сүйектерге ет кигіздік. Нәтижеде оған 12 мүше, ерекше кескін келбет беріп, рух үрлеп, бойына жан әрі күш-қуат бітіру арқылы оны мүлдем басқа ерекше жаратылыс етіп жараттық. Ендеше, теңдесі жоқ, ең керемет жаратушы һәм шексіз нығметі мен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Бұл аятта адам баласының ана құрсағындағы белгілі кезеңдеріне ишарат жасалған. Бірінші кезең бір тамшы шәуеттің жабысқақ ұйыған қанға айналуы, екінші кезең жабысқақ қанның бір тістем етке айналуы. Міне, осы бір тістем ет деген не? Қасиетті Құранда ол неге дәл осылай аталған? Шынында да, ана құрсағындағы эмбрио кішкентайлық жағынан да, сүйектерінің енді қалыптасатын жағынан да бір тістем етке ұқсайды. Микроскоппен қарағанда бұл эмбрионның арқа тұсында тістердің ізіндей анық көрініс байқалады. Сондықтан Құрандағы бір тістем ет деген сөз өте орынды, дәлме-дәл қолданылып тұрған ғылыми термин болып есептеледі. Осы термин Хаш сүресінің 5 аятында бейнеленген және бейнеленбеген тістем ет деп келтірілген. Шынында да, бұл кезеңде эмбрио көзге көріне алатындай белгілі болғанымен, әрбір мүшесі толық бейнелене қоймаған жағдайда болатыны бүгінгі техниканың заманына мәлім. Адамның бас, кеуде, аяқ, ішкі ағзалары секілді мүшелерінің бір бөлігі белгілі болып, қалған мүшелері толықтай бейнеленбеген кезең, бейнеленбеген және бейнеленген тістем ет деп Құранда айтылуы есі бар адамды таң қалдырмай қоймайды. Әйгілі профессор, эмбриолог Кейтс Мор аталмыш аяттар жайлы былай дейді. Бұл аяттарда не мақсат етілгенін дәл осы кезеңді мұқият зерттегенімізде таң қалып отырып үйрендік. Өйткені эмбрион 28 күндік болғанда арқасы тәпсіге ұқсайтын бір бейнеге келеді. Бұл көрініс сырттай қарағанда тістің іздерінен айнымайды. Осы кезеңдегі эмбрионның пластмасс бейнесін жасадық та, оны тістеп, тісіміздің ізін қарап та көрдік. Нәтижеде байқалған көрініс біз зерттеп отырған кезеңдегі эмбриоға өте қатты ұқсайтынын көрсетті. Сөйтіп Құранда бұл кезеңге не үшін бір тістем ет деген атау берілген анықта айқын түрде көз алдымызға келтірді. Міне, осыдан кейін 14 ғасыр бұрын түскен Құранда айтылған осы мұғжизаларды қалай түсіндіруге болады? Жалғыз ғана жауап бар. Қасиетті Құран адамның емес, адамды жаратқан және ол ана құрсағында жатқанда оны бір тістем ет күйіне әкелген Алланың сөзі екені даусыз. Ал осы аятта адамзат баласына жеткізген Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Алланың құлы әрі соңғы елшісі. Авторы Асылбек Әуесханұлы, оқыған Мұхтарбай Қырмызы. Арнам ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.